Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар, ұстаздар. Сіздердің назарларыңызға ұлттық тестілеу орталығының 20 қыркүйек күні бекіткен, яғни 2024 жылдан басталатын, яғни 2020-2024 оқу жылы қолданылатын ұлттық тестілеу орталығының ұсынған ОБТ жоспарын назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен мына Қазақстан тарихы жалпы біздер білеміз, былтырғы оқу жылынан бастап бұл 20 сұрақты құрайды. Оның ішінде мәнмәтіндік сұрақтардың саны бұл 10 сұрақ. Бұрын 5 сұрақ болатын, қазір оған 5 сұрақ тағы қосылды. Сонымен қазір мәнмәтіндік сұрақтардың, яғни контекст сұрақтарының саны бізде 10 сұрақ. Сонымен осы айтылып жатырған ақпараттың барлығы бұл ашық, яғни бәріңізге қолжетімді, бұл ұлттық тестілеу орталығының ресми сайты testcenter.kz сайтында ұсынылған. Жалпы бізде сонымен сұрақтардың барлығы, ұлттық тестілеу орталығын құрастырған сұрақтардың барлығы А, В, С деңгейлеріне бөлінген, қиындығына қарай. А деңгейіндегі сұрақтар балалардың 2 алып қалмауына толық жағдай жасады десуге болады. Сонымен оқушының 10 балл алатын ешқандай реттілігі жоқ, егер ол пәнді дұрыс меңгерген болса. Сонымен бірінші, ежелгі кезеңнен бізде бар жоғы 2 сұрақ қана келеді. Жалпы әр кезеңде 2 сұрақ келетіндігін байқаймыз. Сонымен ежелгі кезең бізде 2 сұрақ. Бұл бізде ежелгі дүние тарихы қазірде 5-ші сыныптың оқулығында айтылғанымен, ол бізде 5-ші сыныптың оқулығынан келмейді. Ақпарат ол 10-ші сыныптың оқулығынан келеді. Енді ұлттық тестілеу орталығы ұсынған оқулықтардың тізімі ол ұлттық тестілеу орталығының ресми сайтына testcenter.kz сайтына шықты. Оны біздер енді төменгі ақпаратта бөлісетін боламын сіздермен. Сонымен ежелгі кезең бұл 2 сұрақ келеді екен, ол 10-ші сыныптың оқулығынан қараймыз оны біздер. Сонымен орта ғасырлар кезеңі бұл бізде 2 сұрақ келеді тағы да. Ол орта ғасырлар, яғни 6-ші, 7-ші сыныптың оқулығы, бұның авторы Бакина, және 10-ші сыныптың оқулығынан келуі ықтимал. Келесі жаңа заман оқулығы бізде бұл 2 сұрақ, бұл 7-8 сыныптарға арналған Қабылдиновтың кітабынан келуі ықтимал, және 10 сыныптың оқулығынан келуі ықтимал, және 11 сыныптың оқулығынан келуі ықтимал екендігін көреміз. Жалпы 11 сыныптың оқулығы бізде 2 бөлімнен тұратындығын білесіздер. Сонымен төртінші, бұл Қазақстан 20 ғасырдың бірінші жартысында кезеңінен бұл 2 сұрақтың келетіндігін көреміз. Бұл бізде 8, бұрынғы 9 сыныптарға арналған оқулықтың бірінші бөлімі. Мына айтылып жатырған кезең бізде қамтылған, және 10 сыныптың оқулығынан келуі мүмкін, және 11 сыныптың екінші бөлімінен келуі мүмкін екендігін көреміз. Сонымен 5-ші, бұл 20 ғасырдың екінші жартысы, 21 ғасырдың басындағы Қазақстан. Бұл бізде 1 сұрақ қана келетіндігін көреміз. Бұл қазіргі қолданыстағы 8 сыныптарға лайықталған сынып, бұрынғы 9. Екінші бөліміне назар аударамыз, және 10 сыныптан келуі мүмкін, соңғы бөлімдерінен келуі мүмкін, және 11 сыныптың екінші бөлімінен қолданысқа енуі ықтимал осы сұрақтар. Енді 6-шы қарастыратын болсақ, бұл бізде мәдениеттің дамуынан тек қана бір-ақ қана сұрақтың келетіндігін көреміз, және бұл нақты бір кезеңді көрсетпеген бізде бұл жерде. Сондықтан бұл әр кезеңдердің ішіндегі мәдениет деген тақырыптан бір-ақ қана сұрақ келуі мүмкін. Одан кейін соңғы бізде контекст сұрақтар, яғни мәнмәтіндік сұрақтар, бұл мәтінмен жұмыс жасауға арналған 10 сұрақ келеді. Жоғарыда айтып кеттім, 5 сұрақтан. Ол сұрақтар сонымен бұл белгілі бір оқиғаларға қатысты болуы мүмкін, олардың сонымен қолданысқа карты берілуі мүмкін сізге, және бір ақпарат берілуі мүмкін. Ол ақпарат және оқулықтан тыс хрестоматиядан да келуі мүмкін. Біздер неге олай деп жатырмыз? Себебі соңғы тапсырған ұлттық тестілеу, бірыңғай тестілеу тапсырған оқушылардың, яғни тесттен шыққан кезде хрестоматиялық материалдардың келгендігін көрдік, және ол оқушылар соған дайын болып барғанда болатын. Сонымен контекстік сұрақтар бізде 10 сұрақ екен, олар негізі бізде ол жаңа заман оқулығын қамтиды, одан кейін 10 сыныптың және 11 сыныптардың оқулықтарын қамтуы мүмкін. Жалпы контекстік сұрақтар негізінен мәтінмен жұмыс жасайтын адамға оқулықты, оқиғаларды толық меңгерген оқушыға ешқандай да кедергі емес деген ойдамын. Баршаңызға сәттілік, тыңдағандарыңызға көп рахмет.